Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Аружан. Бүгін осындай нанның бір түрі қаттама нан әзірлейтін боламыз. Басқа жақта пәтір нан деп те аталады. Бізге керек су, тұз, ұн, жуа. Ең алдымен жылы суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Яғни бізге қамыр илеу керек болады. Сол үшін ұнды қосып, жақсылап қанған қамыр илейтін боламыз. Жалпы интернетте, соның ішінде ютубта бұл қаттама нанның көптеген рецептілері бар. Оның ішінде сүт немесе дрожж қосады, ал менде 3 қана ингредиенттен біз қамыр илеп пәтір нан жасайтын боламыз. Дайын болған жұмсақ қамырымызды салафанға салып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Келесі кезек бізде жуада немесе пияз десек те болады. Оны біз ұсақтап турап, үстіне қара бұрыш сеуіп, араластырып, табаға қуыратын боламыз. Себебі бізге пияздың қатты болып тұрғаны қажет емес. Келесі кезек бізде пиязымызды табаға қуыра бастаймыз. Үстіне шемішкі май немесе зәйтүн майын құйып, пиязымызды салып, жақсылап өлі болғанша қуыратын боламыз. Яғни өлі деген сөз жұмсарғанша қуыратын боламыз. Мінекей дәл осындай күйде болады. Біз салафанымыздан қамырымызды алып, екіге бөліп, жақсылап тұрып, қамырымызды жаятын боламыз. Бірінші қамырымызды осылай жайып аламыз да, үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды жағамыз. Одан кейін біздің қуырылған жуамызды, яғни пиязымызды салып, рулет құсап, орайтын боламыз. Осы ораған рулетімізді жарты сағатқа морозильникке немесе 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Мінекей жарты сағаттан кейін морозильниктен шықты. Осы қамырымызды 3 бөлікке бөліп, жақсылап маймен, яғни шемішкі маймен жағып, жаятын боламыз. Кейбіреуі бұны табада пісіреді, ал мен бұны пеште пісіретін боламын, яғни үшеуін бірге пісіретін боламын. Уақытты көп алмас үшін 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Мінекей менде 6 қаттама нан шықты. Сіздерге аз болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.